Мұнай әлемдік экономиканың қозғаушы күші. Сол себепті жаңа кен орындарын барлау мен қара алтын өндірісіне қыруар қаржы құйылады. Еліміздің мұнай қорларын игеру сонау 1899 жылы қара шүңгіл кен орнынан басталды. Бүгінде Қазақстан жылына 50 миллион тоннадан астам шикі мұнай өндіріп, әлемнің жетекші мұнай өндіруші елдерінің қатарына кірді. Мұнай өнеркәсіптің дамуына қажетті басты стратегиялық шикізаттың бірі. Ал осынау жоғары маңызға ие саладағы күрделі үрдістердің артында не жатыр? Сала мыңдаған қазақстандықтарды өзінің ажырамас бөлігіне айналдырып, олардың тағдырын өзгертті. Еліміздің әлемдік мұнай газ нарығындағы жетістіктері отандық мұнайшылар еңбегінің жемісі. Адамзат өркениетінің дамуы табиғи энергия көздеріне тікелей байланысты. Ал олардың негізгісі мұнай. Жаңа технологиялар енгізілуі заңды. Алайда мұнай газ саласының дамуында шешуші рөл атқаратын адам